Ажар, Раяна. Келіңдер сендерге тез бір нәрсе айту керекпін мен. Кім? Раяна қан, Раяна? Ойбай, Раяна мынау сен ба? Аттарын ұмытқаным ғой мен. Короче, Ажар, Раяна мен қазір жұмыстарыммен кетіп бара жатырмын да бір жерге, мен бастығым шақырып жатыр, жұмысқа тез кел деп ше. Сол сендер үйде жалғыз өздерің отыра алмайсыңдар ма? Жалғыз өздерін тастап кетсем? Жоқ, жалғыз өзің қорқамыз ғой. Қорқасыңдар ма не жалғыз өздерің қалуға үйден? Так, онда бүйтейік, мен сендерге қазір бір няня алып келем үйге. Сол няня сендерге қарайды, жарай ма? Мен жұмысқа кетемін қазір, өзі келеді сол няня үйге. Ақыл сол няняны тыңда, ортаңда тыныш. Жарайды. Жарайды, мен кеттім онда жұмысқа, няня келеді қазір сендерге мақұл. Няняны тыңдаңдар. Не айтса да айтқан істеп отырыңдар мақұл ма? Маған келіп жалғыз етпесін қазір. Қарындастарың вообще айтқанын тыңдамайды екен деп мақұл? Давайте мен ұятқа қалдырмаңдар, мен кеттім жұмысыма. Давай. Тыныш отыр. Ажар, сен қарап отыр Раянаға, мақұл, сен үлкен қызсың ғой. Давай, кеттім мен. Ажар, қазір мен ұйқым келді. Ой, мен ұйықтайын. Бар онда кетіп ұйықтайық, Аня келгенше. Так, достар, короче бар ғой, мен бағана Ажар мен Раянаны алдап кеттім, өшірдік няня шақырамын деп. Қазір мен, короче, киімді ауыстырып алдым, қараңдар. Мен түрімді ауыстырып алдым, киімімді ауыстырып тастадым. Қазір мен енді үйге, короче, типа няня сияқты болып барам, олар маған сеніп қалады. Сөйтіп злой няня болып пранк ұстайтын боламыз қазір Ажар мен Раянаға. Так, кетті ал үйге, барайық ал үйге. Так, ей, кім бар мынау үйде? Есікті ашыңдар. Ей, мынау қыздың аты кім мынау қыздың? Раяна ғой. Раяна? Мынау қыздың ше, мынау қыздың аты кім? Ажар. Бағана ағалардың айтып кеткен бе еді мені, няня шақырамын деп? Сол няня мен сендерге қарауға келдім мен. Сіз чота біздің ағамызға құсайсыз ғой? Құсайсыз ғой болғанда, енді құсайды ғой адамға енді. Жарайды. Жарайды, кімдер үйге тез-тез? Үйге ұрыспайсыз ба? Жоқ, мен ұтыспаймын мен. Вообще, мынау үйлерің әдемі екен, Тамақ істеп беріңізші. Тамақ, тамақтарын істеп алыңдар өздерің. Тоқта, тамақтардың қарындарың ашып отыр ма? Так, бүйтейік онда. Кім араларында үлкені? Мен, ағамда киіммен. Сен ба үлкен қыз? Атың кім сенің? Ажар. Ажар, тез тамақ істе сен онда. Раяна, сен тыныш отырын аяқта, тыныш отырын ана жерде. Ана столда тыныш. Әйтпесе ұрам сендер, тыныш отырыңдар. Давай. Байсыз, жақсы няня, Жақсы няням мен. Давай тез-тез айтпесен, ашуым жаман. Тамақ істе Ажар сен, мақұл? Тамағың күйіп кетпесін, маған ұнамай қалса мен ұтсам мен. Давай тыныш отырыңдар. Так, мен компьютерді шұқылай берейін онда. Няняға маған телевизор қосып беріңізші. Телевизор? Телевизор қосып бермеймін ба? Отыр тыныш, телевизор сызақ. Не ол телевизор деген, көзің ауырады сенің, кішкентайсыңдар ғой әлі. Қазір көздерің ауырса ертең қиналасыңдар. Бар, отыр телевизор қосып бермеймін мен. Раян, секірме үйде, Мынау қандай қыз, Отыр тыныш, айтпесе ашулансам қазір мен ашуым жаман. Түсіндің ба? Давай, тыныш отыр болды. Мен ашуландырма, жыныма тимеңдер менің. Мен компьютер көру керекпін. Тамақ пісірді. Тамақ пісті ма? Ой, молодец, қой. Раяна, осы сияқты тыныш жүрмейсің ба? Тамақ ұнамай қалмасын маған қазір. Ұнамай қалса ұтыс берем. Так, мынау тамақты қалай істедің сен? Мынау тамақ пюре, котлет, сондай тамақ па мынау сонда? Так, тамақ. Дәм деген тамағың, ұнады маған ше. Маған да ұнап кетті чота. Ұнап кетті ма? Чота меніңше енді пицца жеймін көп тұрды ше. Пицца істей аласың ба сен? Мен де істеймін. Тоқта, бүйтейік онда Ажар. Сен енді тыныш отыр болды. Ажар, түс. Мыналардың бұзық қыздар, секірмеңдер вообще, мінбеңдер мынандай шкафтарға. Сымдасыңдар ғой. Мынау Раяна, түссей. Менің ашуым жаман, айттым ғой қазір, ұтыс берем мен. Раяна, бергел. Қаяқтасың сен, қаяққа кетіп қалдың ол Раяна деген қыз. Мына жақта жүрсің бе? Қандай қызсың, бағана ғана төбеге кеткенен ғой. Раяна, бүйтсен, анау әпшең Ажарға көмектесін деді, екеуің маған пицца істеп беріңдер, мен ұйықтап келем оған дейін. Не алды? Жақсы няня емес екенсің ғой. Сен нянялар үйді жинап тамақ пісіреді ғой, сен неғып жүрсің? Мен үй жинап тамақ істемейтін нянямын сондай, өзім білемін мен. Неғып әңгімені көбейтіп жіберіңдер, істеңдер бұл тамақ. Жарайды. Тез бол. Раяна, түс компьютерде көмектес сен де тамақ істеуге. Қызсың ғой? Бар, көмектес әпшеңе. Секірме дедім мен саған үйде. Болды, давай мен ұйықтаймын. Тез-тез тамақ істеп беріңдер маған, мақұл? Давай кеттім мен. Ұйықтап алайын мен. Так, ұйықтайтын бөлме қаяқта өзі. Аяқтама ұйықтайтын бөлме. Детский екен, онан ұйықтайтын жері. Ұйықтайын онда. Ажар, ана няня жақсы емес екен сол. Давай ол няняға пранк істейміз. Давай, қандай пранк істейміз?
Ана қазір ше пиццаға ше андай ачы нәрсе қосамыз сөзде деп андай ачы қойнау деп шынданады. Давай өлтіретін тұз қосайық та. Жоқ, ачы тұз ондай болмайды. Әпесе ағамыз ұрысады. Болмайды ондай. Раяна, сен ше ана магазинге барып ачы нәрсе алып Жарайды. Ақша бар ма? Қазір ақшаны берем, мақұл? Раяна, мына пісірген пиццаның ішіне бағана ачын қосып жібер. Сен бар да Нанияны тұрғызда пицца пісті деп шақыр. Жарайды Ажар. Ё-май, ұйықтап қаппын ғой мені. Сағат қанша бол? Няня пицца пісті. Пицца пісті? Иә. Уже пісіп қойды ма не? Иә. Жарайды онда. Пицца ма? Пицца жейтін болдым ғой, жақсы болды ғой. Пицца ма мынау? Молодец. Так. Представдерден жеу керек. Сендер жемесіңдер ма не? Иә. Біз бағана тойып алдық бағана. Өздерің жеп алдыңдар ма? Молодец, жақсы болды ғой, өзің жалғыз өзің жейтін болдың. Бас пицца. Так, ням. Мынау ачы ғой, айбай. Не істеп сағасың мынау пиццаны? Бер келіңдер. Бер келіңдер. Тоқтаңдар демесіңдер екен, немене бәле ачы, қандай пицца мынау? Аналадың қаяққа кетіп қалдыңдар? Бер кел дедім. Кім мынаған ачы қосқан? Аузы мәссаған. Біз ачы қосқан жоқпыз ғой, сөйттік қой, біз күшті тамақ жасадық қой. Қалай сонда мен мынау ачы ғой мынау? Қайдағы ачы құмаңшы? Мәссаған ачы мынау. Маған су беріңдер, тез бол. Теспейін бол, тез су берді, тез болыңдар. Ачы немене бөле мынау? Сендер жедіңдер ма точно мынау пиццаны? Дәм қандай наның? Жеп көрдік, сізге жібердік. Мәссаған. Так, норма суладың. Ё-моё, бәсе, ең нормально болып қалдым сен судың арқасында. Келесіде болды, пицца істемей қойыңдар сендер. Аузым ашып кетті аузым. Не қосқансың сонша наның ішіне? Жоқ, мен ачы нәрсе қосқан жоқпын. Өтірік соқпаңыз. Бірше қандай қыстыңдар өзі вообще андай. Бекер пицца істе деп айтыптым сендерге ше. Қойш болды мені, ренжіп қалдым сендерге. Ренжіп қалса, кетші. Тоқта, далаға шықпаңдар. Кір үйге. Қыз. Жоқ. Мынау вообще айтқан тыңдамайды ғой мына қыздары. Сендер ағаларың айтпадың болды. Жоқ, айтпаңыз. Онда менің айтқанымды тыңдаңдар, тез кіріңдер үйге, бол. Жарайды. Маған ачы нәрсе берген емес. Мынау тығылып қалған емес, кір үйге. Мен байқамай қалады деп ойладың ба? Болды, есікті құттап қоямын енді, вообще шықпайсыңдар үйден. Мен қайттан ұйықтаймын болды. Шаршатып жібердіңдер мені. Болды, шығыңдар, мен ұйықтаймын, тыныш ортадыңдар, болды, шуламаңдар. Шулай берімсілер. Мынау қыз не деген бұзық қыз, тоқта, тыныш, миым ашып кетті. Тыныш деймін. Қазір ағаларың азмандап айтып берем, тыныш отырыңдар болды. Сен номер жоқ. Номер жоқ деген емес, менде номер бар, мені шақырды ғой шірген няня қыл. Жоқ, өтірігін соқпа. Қазір ағаларың келеді ғой үйге, кешке қарай сол кез айтып берем онда. Болыпты. Болды, тыныш отырыңдар, мен ұйықтаймын болды. Шат жіберіңдер. Ұнамады пиццалардың вообще. Ұйықтаймын мен. Мен қарным ашып кетті, бір нәрсе. Бағанағы ачы пиццаны же қарның ашып кетсе. Ұйықтаймын мен болды, тыныш отырыңдар. Ажар, давай оған тағы да пранк жасайық та няняға. Давай. Давай, біз бүйтеміз да, қара, няня душын ісі бір нәрсе оқып, біздің ішіміз кіріп кетіп айтамыз да, біз няня душқа кіреді да, няняны же душқа қамап қоямыз ба? Давай, сол идея. Бірсе няня тұрып. Не болды? Ұйқымның оят жүрген несі? Шошып кеттім ғой. Солай деп жатыр. Бізге душты істеп берші. Істеп берші, душ істемей ма не? Жоқ, су андай, су ағылмай отыр, ағысып берші. Су істемей қалды ма? Жарайды онда. Нау душ па? Көріп отырдамыз дейсіңдер ма? Жарайды онда маған көмектесіп тұрасыңдар да қазір. Қай жерде істемей қалды бұның? Қай жерін? Так. Не істеп жатсыңдар? Аш есікті. Ашыңдар есікті. Ашыңдаршы, болмайды ондай, сендер жақсы қыз едіңдер ғой. Сабап, сен маған ұрсып жүрген сен еще нянясың. Ашыңдаршы, болмайды ғой олай. Ашпаймыз. Ашыңдар дедім мен сендерге. Ашпаймыз. Ағаларың келеді кешке қарай, айтып берем сендерді ағаларыңа. Жоқ,
Айтсаң айта бер, ваннада ана ағамыз шығамыз деп айт. Бопты, ағаларың айтпаймын, шығарыңдаршы мені өтініш. Жоқ. Сендер қазір бар ғой, мен шығармайтын болсаңдар бар ғой, мен яқтан шығамын ғой, по-любому шығамын мен яқтан қазір, секіріп шығып кетемін ба, білмеймін, көрем. Сөйтсем мына екеуің де быт-шытамын шығарамын сосын. Тез шығарыңдар мен бол. Сөйтесің ма онда мен қазір суды ағызып жіберемін. Суды ағызып жіберем? Тоқтаңдар да, қандай суды ағызам? Не істеп жатсыңдар, Шық. не істеп, су ағып кеткен несі? Өшіріңдер суды. Өшірмеймін. Өшір, суды, жадап кеттім, бол, тесем сендерге өшіріңдерші суды. Жоқса Өшіріңдер суды деймін. Бол, тоқтаңдаршы, бір бәле айтайшы, өшіріңдерші, бір бәле айтайшы, өшіре салыңдаршы, өтініш. Өшіріңдер ма, өшпей жатыр ғой. Өшті болды. Негізше бар ғой сендерге бір бәле айтайшы мен. Негізше бар ғой мен сендерге пранк ұстадым, мен няня емеспін негізі. Не үшін? Мен негізі ағаларыммын ғой, Нұрисламмын ғой мен негізі. Өтірігіңді соқпа. Өтірік емес, шынымен айтып жатырмын. Сен бетің бұндай емес. Менің бетім енді түрімді өстіп өзгертіп алдым ғой, қазір өзім түрімді қайтадан көрсетемін. Міне менің шын түрім көріндіңдер ма? Нұрислам екеніме сендіңдер ма? Тура осындай отыры. Сенді. Енді шығарыңдар, мен сендердің ағаларыммын ғой. Сізше бізге ұрсып жүрдіңіз. Енді сіз осы жақта бір күн бойы қонасыз. Душтың ішінде бір күн бойы қонам ба? Қумаңдаршы, шығарыңдаршы мені. Сізге тамақ бермейміз да. Шығара салшы, сол ғой, шығаршы мені. Болды, мен сізге ренжідім, жаза бердім. Тоқта, ашса есікті. Тоқтасаңдаршы, мен қамап кеттім аяққа достар. Шығарыңдаршы мен аяқтан. Жоқ. Ажа, тоқташы, өтініш, соңғы рет бір бәле айта салайшы. Кеш. Ау. Қаяқтасың, кесі? Соңғы рет бірден айтайшы. Ажа, не ғой? Осы видеоға менің подписчиктерім қанша лайк жинаса, мен яқтан шығарасыңдар осы ваннадан. 5000 лайк жинаса точно шығарамыз. 5000 лайк? 5000 лайк жинаса, яқтан шығарасыңдар ма мені? Жарайды онда, мен осы жерде күтте тұрайын, 5000 лайк жиналғанса жарайды онда. Достар, осы видеоға барлықтарың лайк басып кетіңдерші, лайк басып комментарийға Ажар, Раяна, Нұрислам ағаны душтан шығарыңдар деп жазып кетіңдерші, сосын бұлар мені душтан шығарады. Шығарасыңдар ғой сол кезде. Достар, лайк, 5000 лайк жинап. Алдамайсыңдар ма? Жарайды онда. Бопты онда, мен осы жерде ұйықтаймын онда, жарайды онда, кете беріңдер болды. Жүр кеттік әзір жақсы болды ғой